Memleket үшін ең қауіпті адам кім екенін білесіздер ме? Ең тиімсіз адам. Ол арақ ішпейтін адам екен. Арақ ішпейтін адам арақ сатып алмайды. Яғни акцизден мемлекетке салық түспейді. Өйткені алкогольде білесіздер, өте жоғары акциз болады. Салық. Біріншіден. Екіншіден, ішпейтін адам көп ауырмайды. Яғни дүкенге бармайды, дәріханаға бармайды. Тағы да өкіметті салықтан, акцизден құр қалдырады. Үшінші, мына статистика бойынша арақ ішпейтін адамдар 15 жылға ұзақ өмір сүреді екен. Яғни мемлекет 15 жыл оған зейнетақыны көбірек төлейді қартайғанда. Сондықтан өкіметке ең қауіпті, опасный адам арақ ішпейтін адам. Міне